Әуелгі сөзім бисмилла, рахман рахым. Жаратқан ием жар болса кең көсілер бұл ақын. Орындайын иншалла Мұхаммәттің сүннәтін. Ассалаумағалейкім жиналған жәми жұратым. Бар билік бір өзінің қолында болған. Шексіз игілік пен құт берекенің жалғыз иесі. Шексіз қамқорлық пен рахымдылық иесі. Алла тағалаға мақтаулар болсын. Барлық имандыларға иман болған, сөзін бүкіл адамзатқа арнаған, күллі пайғамбарлардың, әулиелердің көсемі, Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафаға Алла тағаланың игілігі мен сәлемі болсын. Сүйікті шаһарымыз қасиетті Түркістан өңірінде адамзаттың ең абыройлысы, замананың дара тұлғасы, ғаламның рахым нұры, Хазіреті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның құрметіне арнап салынған Хазіреті Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам мешітінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер жамағат. Салтанатты жиынымызда ең алғашқы аяты оқы деп басталатын сөздердің төресі қасиетті Құран аяттарымен бастаймыз. Құранды оқитын Түркістан облысының бас имамы Еркебұлан Қарақұлов. Дұғасын жасайтын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазіретіміз. Нәсіп болып зор нығмет, еркіндігім, ән азанмен түрілді ел түндігі, жергіндігі болса егер Мекке шаһар, алталашқа Түркістан елгіндігі. Түркістанға бүгін ел жиылыпты, көңілден жыр, көктен нұр құйылыпты. Жаратқан жаппар ие нәсіп еткен құтты бір іс біздерге бұйырыпты. Қарсы алған құлақ түріп ғаламатқа, жар салдым сүйіншілеп баралапқа. Әз наби Мұхаммедтің есімімен аллыйы есік ашты жамағатқа. Мұнарасы азан сап даламызға, Құран үні құт берсін қаламызға. Пайғамбардан шапағат нәсіп болғай, Нұрлан ұлы Мұхаммед баламызға. Амин.